Ассалаумағалейкум достар. Назарларыңызда JAC G7 автокөлігі 2023 жылғы. Бұл автокөлікті алғаныма 3 ай болды. 3 ай бұрын осы автокөлік туралы YouTube'да қараған болатым. Бірақ қазақша ешқандай ақпарат беретін видеолар таба алмадым. Сол себепті мен осындай видео түсірейін деп шештім. Егер осындай автокөлік қарап жүрген болсаңыздар, видеоны толық қарап өтсеңіздер болады. Өзім білгенімше қарапайым тілде түсіндіріп өтемін. Так, жалпы алғаныма 3 ай болды. Ешқандай жаман қасиеттерін көрген жоқпын, ешқандай минустарын байқаған жоқпын әзірге. Жалпы жақсы, жүрісі бәрі жақсы жалпы. Тек айта кететін, бізде жиналатын Allure деген заводта жасалады бұлар. Тек Allure'дың бізде жиналатын, Қазақстанда жинайды бұны. Жалпы біздің Қазақстандағы жиналған автокөліктердің сапасы енді жалпы G7 автокөліктің өзі жақсы, бірақ жиналған жері кішкене сапасы сәл төмендеу. Өткен зазорлары кішкене көп зазор қалдырады. Мына зазорды қараңыз, мына жақтан қараңыз. Екеуі екі түрлі. Мына жағын көріп тұрсыздар, мына жағын көріп тұрсыздар. Былай қарасаңыз да көрінеді, мына көтеріліп тұр кәдімгі. Мына жағы ондай емес, кішкене арасында зазорлар бар. Енді көлікке жағым жоқ, бірақ көлікті жинаған Allure зауытынан шығатын соларға кішкене жалпы реніш бар енді. Зазорына жалпы жинағанда, жақсы жинағанда жалпы жақсы автокөлік. Бұның дөңгелегі 215 50-лік тұр, бұда 17-лік тұр. Жалпы 50-лік низко профиль ғой, 50-лік емес. Негізі алып жатсаңыздар 55-лік салған жақсы, қысқа. Зимнийға 55-лік, жазға 60-лік салсаңыз өте жұмсақ жүретін болады автокөлік. Жалпы енді сыртқы көліктің келбеті енді көптағандағысай әдемі жасалған, әдемі ойластырылған. Жалпы жүріске жақсы. Так, іш жағын көрсетпей тұрып, бірінші багажында қарап кетейік. Багаж өте. Так, мына жерде сыртында кнопка бар. Осы кнопканы басу арқылы аша аласыздар. Және артқы задний камера бар бұда. Так, арты осындай. Кең арты. Бір адам спокойно, даже екі адам сияқты. Жалпы арты кең. Өз заттарын спокойно сияқты. Так, бізде астында запаска бар. Запас дөңгелегі, астында домкраты бәрі орналасқан. Өте ыңғайлы. Осында қосымша заттар салуға арналған осындайлар бар. Жалпы кең автокөлік. Так, ішкі жағына барайық. Водитель жақтан бастап көрсетейін. Так, іш жағына келетін болсамыз, ішкі жағында, так, сиденькі электронды емес, қолмен бет тартып, ығыстырып, артқа алға жылжытуға болады. Және мына жағында, мынау орындықты көтеретін, бана егер бойыңыз кішкентай болса, сиденькіні көтереді, төменге жоғары түсіреді. Мына жерде арқаны арт жағын жатқызасыз. Өзіңізге ыңғайлау болады бәрі. Ручной электроника емес бұл. Так, бензин бакты ашатын. Мына жерде орналасқан. Так, мына жерде шток проводның подсветкасы. Так, бұдан айтамыз. Так, қыздырып көрсейін. Бұда пуш старт. Қызғанда осындай
телевизорде де өзінің экранында да осылай. Так, қазір қызып тұр. Так, шидік біреуір келетін болсақ, мына жерде. Мына жерде так, мына дөңгелектің ішіндегі ауа және астында градусы жазылып тұр. Неше градус бар ішіндегі ауа. Мына қызыл жанып тұрған водитель жақтың артқы пассажир жағындағы дөңгелегіңіз бос деп ескерту көрсетіліп тұр. Мына датчик, мынау сол уведомление, бір дөңгелегіңіз бос деген. Так, мына жермен бетіп, мына жерде осындай кнопка бар. Төменге бассақ, мына ішіне бензиннің расходы, запасный ход қалған, расход көрсетеді, қанша жейді деген сияқты. Так, сосын мына жер не бар? Так, круз-контроль бар. Круз-контроль бар мына жерде міне. Так, мына сол круз-контрольді көбейтіп азайтатын, мынау музыка ауыстыратын. Так, мынау дауысын шығаратын, азайтатын. Так, мына звездочка деген, мына щиток прибордағы светті өзгертеді. Мына қазір бассақ өзгереді. Сарыға, қызылға, көкке 3 түске ауысады. Так, бұлар белгілі. Мынау настройка жасайтын. Бассақ қазір мына жерде шығаты бізде сброс портовой компьютер, бүткіл бана скорость превышение жасайтын, банағы 60-ға дейін қойып қойсаңыз, тек 60-тан асып батсаңыз шиқылдайды деген сияқты сондай бар. Өзінің настройкалары бар. Язык ауыстыруға болады, қазақ тілі, орыс тілі деген. Қазақ тілі жоқ, енді орыс тілі, ағылшынша деген сияқты. Жалпы рульге келетін болса осы. Так, мына жағында фарды көтеріп түсіретін, мынау регулировка зеркало, көтересің, түсіресің деген сияқты. Мынау мынаққа барсаңыз, пассажир жақтың айнасын, до конца бұрап тастасақ, мынадай болады. Бүйтіп бұрап тастасаңыз, айнаңыз жиналады. Қайтып бұрасаңыз, айнаңыз орнына келеді. Осындай бір нәрселер бар. Мен де қарапайым тілде түсіндіріп жатырмын, енді бір аса қатты бір білімім жоқ бұған. Так, мына жағында не бар? Мынау терезені көтеріп түсіретінге защита қоясыз. Мысалы, арттағы адам бала отса, терезені көтеріп түсіре алмайды. Алып тастасаңыз болады, қайтып қойсаңыз болады. Мынау есік кілтесі, мынаны кілтке қойсаңыз сырттан аша алмайды деген сияқты ғой. Бұлар түсінікті шығар енді. Терезе көтеріп түсіретін, қарапайым, мұнда ешқандай алып баратқан. Так, мына жағында бізде пуш-старт, аваринка. Так, электронный парковка бұда. Қазір мен мысалы дыға салам, менде парковкаде тұр әлі. Бет бассам, парковкаден шығады электронный. Сосын жүріп кете беруге болады. Сосын парковкаға қайтып қойғыңыз келсе, мынаны пыға қойсаңыз, өзі автоматически парковкаға қойылады. Және так, автохолд деген бар. Автохолд тормоз сіз мысалы қазір басып қойсам, дыда тұрғанда жанады бұл. Дыға қойған кезде ремен тағам, сол кезде жанады өйткені. Ременсіз жанбайды. Бұл автохолд деген, егер сіз остановкада, жалпы светофорда немесе пробкада тұрасыз ғой, тұрған кезде аяғыңыз дыда тұрады мысалы. Мен қазір салып көрсетейін сіздерге. Так, ременді тағып алайын. Ремен таққаннан кейін міне автохолд жанды. Так, мен қазір мына дыға салам. Автохолд іске қосылып тұр. Мына жерде жалып тұр міне автохолд деп. Мен қазір автохолдта тұр. Бетсең айырылып қалады. Автохолдты қосып қойсаңыз, міне мен аяғым тормоз басып тұр қазір машина. Егер мен тормоз жіберіп қойсам, машина жүрмейді. Дыда тұр. Егер сіз пробкада, светофорда болсаңыз, коробкадан банағы парковкаға салып, қайттан дыға салып жүрмейсіз, аяғын жіберіп қоясыз. Бұл тормоздың қызметін атқарып тұр автоматты түрде. Сіз аяғыңызды жіберіп қойып, міне, 2 аяғым жіберіп қойдым. Мынау дыда тұр. Міне, дыда тұр, аяғым жіберіп қойдым, бірақ соның өзінде ұстап тұр. Бана жасыл жанғаннан кейін, немесе пробкада машиналар алға жүрген кезде, тек газды бассаңыз, машина жайлап қозғалатын болады міне. Міне, қозғалып жатыр. Қайттан R-ға саласыз. Так,
міне артты көрсететін айнасы бар, өте анық көрсет, качествосы жақсы, артты кәм әдемі көрсетеді. Партроник бәрі орналасқан. Бұда заднияға салғанда қайтып пыға салсаңыз автоматты түрде электронный парковка ұстайтын болады. Дұрыс түсіндіріп жатырмын ба сіздерге? Так, мына жерде тек кілті осындай, кілт салып қоюға арналған. Так, осындай қол қойып отыратын, ішінде осындай шағын заттарыңды салуға кең, іші де жақсы. Жалпы мынандай өзінің кітапшасы бар, банағы Jack Motors'тан. Ішінде банағы көліктің нұсқаулығы бар. Бәрі жақсы жасалған, жалпы өзіме ұнады. Так, жоғарына келетін болсақ, жоғарында бізде міне люк ашатын бар. Мына жерде бәрі көрсетілген. Мынаны бассаңыз, люгіңіз осылай көтерілетін болады. Тек қана сосын қайтып жауып қоямыз. Так, мына жағын бассаңыз, тек бір бас жіберіп қойсаңыз, міне жоғарыда люк ашылады. Өте әдемі көрініс. Жоғарыдан қарап отырсаңыз болады. Сосын қайтып басып жауып қойсаңыз болады. Так, мыналар, есік ашқан кезде свет жанатын болады. Мыналар, бұлар светтің бәрі диодовый, түнде жарық болып тұратын. Мынаны қоссаңыз, екеуі артта, екеуі төртеу жанып свет жағуға, или каждыйын бір-бірлеп жеке жағуға. Бана артта отырған адамда өзі басып жағалады. Артта отырған адамда өзі бүйтіп басса, жарық түседі өзіне. Так, тағы не бар? Мына жерде тоже свет бар. Так, тағы не бар айтылмаған? Жалпы осы көрініс, жалпы вид өте әдемі, жақсы салған машина. Так, экранына келетін болсақ, экранда не бар? Так, радио қосып тұр қазір бізде. Егер телефоныңыз Android болса, зарядкасын мына жерге тығып, карта қосып қойсаңыз болады. Бір айта кететіні, YouTube қосылмайды болған, YouTube қарастырылмаған, өйткені естуім бойынша банағы Қытайда YouTube-қа алаңдап кетеді деген сияқты, автокөлікке кедергі болады деген сияқты YouTube-ты болған қоймаған екен. Болған тек банағы егер телефоныңыз Android болса, Android авто, банағы iPhone болса, Apple CarPlay-ді қосасыз. Оны банағы мына жерге, егер телефоныңыз Android болса да, Samsung болса да, банағы зарядкасын алып қоссаңыз мына жерге шығады. Android болса мынаны басасыз, Apple, iPhone болса осыны басасыз. Так, оған кіреді телефон, банағы сөйлескенде контактілері көрінеді, WhatsApp-тан келген SMS-тарды көруге болады, және Android болса ойын ойнауға болады айтпақшы. Мен Android-тан қарамаппын, жалпы ойын ойнауға болады деп естідім. Карта қоюға болады, навигатор тугиске кереді. Так, Bluetooth қосылып тұр бұда қазір. Егер видео қарағыларыңыз келсе, кино бірдеңе қосып қарағыларыңыз келсе, флешка киноңызды жазып, клипіңізді жазып, флешка қосып қойсаңыз, бұл жерде флешкаге де бүйтіп кино қарасаңыздар болады негізі. Мен өйстіп кино қарап жүрмін. Алпы киноны осылай. Осыны азайтып қойын. Кино, клип, музыкаларды өйстіп қарасаңыздар болады жалпы. Тоқтатты, дөңгелек ауыстыруға көмектесті. Өйстіп кино қарасаңыздар болады. Так, бұл жалпы. Так, бұда егер кондер, пеш, бірден қосқың келсе, барлығы осы экранда. Кондерді бассаңыз, аяққа, бетке, лобовойға қоссаңыз болады. Климат контроль бар, авто деген бассаңыз, климат контроль өзі ұстап тұрады. Артқа терезені ысытатын, алдыңғы лобовойды, өлеңнің дауысын шығаратын. Осындай қызметтер бар бұда. Барлығы осы жерде орналасқан экранда. Басқа ешқандай жерде кнопка, ешқандай жоқ, барлығы осы экранда орналасқан.
Жалпы жақсы. Жұмыс жасауы барлығы күшті. Так, артқы жағына барып қарайық. Айтпақшы айта кететін кожный салон. Салондар кожный. Эко-кожа дейді ғой. Банағы осындай әдемі тігістер қалдырған екен. Және міне салон бүткіл кожа, мынаның бәрі кожа. Міне, мынаның бәрі эко-кожамен жасалған. Мынаның барлығы кожный. Мынаның бәрі кожамен әдемі тігілген. Так, сіздерге қарапайым тілде түсіндіріп жатырмын. Өзіміз сияқты ешқандай күрделі қылмай. Так, енді арт жаққа барып көрейік. Арт жақтан қалай болады екен. Егер машина таксиге салатын болсаңыз, жалпы жақсы. Таксиге де так, артқы көрініс осындай. Так, бізде артқа не бар? Артта, так, көлік сөндіріп қойын. Так, артқы көрініс бізде осындай. Міне, артта печка бар. Арттағы адам печканы өзі айырып, қоса алады, регулировка жасай алады. Астында осындай зарядка тағатын бар. Сосын кішкентай қалташа бар, бір нәрсе салып қоюға, аяқ киім сүртетін деген сияқты. Так, мына жақта екі қалташа бар. Бағанағы айтқан свет. Міне, бұны қазір бүйтіп өшіріп қоямыз. Жап, қосып ала алады. Так, сосын ортада қол қоятын жер бар осындай. Қол қойып, мына сусын салып қойып отыруға болады. Арты өте комфортны жасалған негізі. Жалпы жақсы жасалған автокөлік. Комфорт бар. Бұл егер Яндекске салатын болсаңыз, комфорт плюсқа өтеді. Жалпы осындай артқы витпен әдемі көрінеді. Осыны отыруға. Осындай, жалпы автокөлік мен айдағаныма 3 ай болды. Өте жақсы, ешқандай бір жамандығын көрген жоқпыз әлі, ештеңе кеткен жоқ. Енді жаңа автокөлік болғасын. Так, енді капотын ашып қарайық та сіздерге. Ондай қатты түсіне бермеймін бұл. Бірақ түсінетіндер болса, қарап кетсеңіздер болады. Қарасаңыз, жоғарынан қарасаңыз, люк. Капотын бір ашып көріп жіберейік. Бәрі қарапайым. Негізі бұның моторы естуім бойынша Mitsubishi Lancer автокөлігінің моторы дейді. Мотор осындай. Бір жақсысы барлығына қолын жетеді. Аралары кең, андай кішкене шаң басып қалыпты енді. Барлық жеріне араларына қол сияды. Қол сыйып спокойно бірне ауыстыратын болсаңыздар, алдағы уақытта қарай аласыздар. Қолдарыңыз қол сыймайды деген әңгіме жоқ үшін бұл машинада. Так, және айта кететін фарлары LED. Міне жазылып тұр. LED фары өте жақсы еді. Фарына келетін болсақ, фары так, бұларда туманка жоқ. Полный люкс, но бірақ бұларда туманка жоқ. Туманка керек емес, негізі бұл машинаға өзінің фары дейтін енді жақсы түседі. Алуы бер. Жалпы осындай, егер жак автокөлігіне қызығып қарап жүрген болсаңыздар, осы видеоны қарап өздеріңізге керекті ақпарат ала аласыздар енді. Барынша өзімнің білетіндерімді айта өттім. Астыңғы жағы мына крушителі екеу бұда. Екеуі де жұмыс жасап тұр. Осындай жалпы тағы айтылмай кеткен қандай ақпараттар бар, егер айта ұмытып кеткен болсам, төменге комментарий жазып кетіңіздер. Анау қалай, мынау қалай деген сияқты. Мен егер комментарий оқысам, міндетті түрде жауап беремін.